Қару ұстап суретке түскен, кейін оны әлеуметтік желіге жүктеген жасөспірімдер жауапқа тартылды. 16-17 жас аралығындағы жасөспірімдер пышақ, кастет, тапанша сияқты заттарды ұстап түскен бірнеше фото суретін TikTokқа жариялаған. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 6 жасөспірімнің жеке тұлғасы анықталып, олар полиция бөліміне жеткізілді. Тексеру барысында анықталғандай, олардың 5-еуі Ақтөбе қаласындағы жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттері, ал біреуі аудандық мектептердің бірінің жоғары сынып оқушысы екені анықталды. Жасөспірімдердің бірнеше газды тапанша тәркіленді. Тәртіп сақшыларына олар бұл әрекетті контент үшін барғандығын айтқан. Аталған факты бойынша кәмелетке толмағандармен және олардың ата-аналарымен профилактикалық әңгімелесу жүргізілді. Жарияланған посттар жойылды. Жасөспірімдер оқитын білім беру ұйымдарына қосымшама түсіндіру және алдын алу шаралары ұйымдастырылды. Естеріңізге сала кетейік, 13 сәуірден бастап республика аумағында жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Шара аясында құқық қорғау органдары рейдтік және профилактикалық жұмыстарды күшейтіп, әлеуметтік желілерге жан-жақты мониторинг жүргізілетіндігін ескертеміз.